құрметті маңғыстаулықтар, міне 17 микрорайонға келдік. ЖК жайлы мекен дейтін дом. 2 комнатты үй түсіретін боламыз, 2-ші этажда. Ендеше кеттік. Ал міне 2 комнатты квартира келдік, 17 микрорайон. Жайлы мекен дейтін. Мына кірген бойда, мына жерде 2 комнат бірден тұр екен. Және мына сол жағында, кіргенде сол жағында көкөнесі туалет барын орналасқан. Ендеше кірген бойда зал тұр. Бірінші залдан бастап көрсете берейік. Кеттік. Міне залы, светі бәрі жанып тұр. Мына жерде телевизор орналасқан. Обойлар жаңа. Бұл жерде енді адам тұрмаған, ремонтталған және сатып жатыр қайтадан. Есіктеріне келетін болсақ, есіктер өзі мынадай ою өрнегі бар, мындай позерлері бар, ою өрнегі бар. Осында әдемі есіктер, тұтқасы бәрі жақсы ашылып жабылып тұр. Енді полға келетін болсақ, пол линоним. Және терезелер бәрі сапалы өте, сынық-мынық онда ештен жоқ. Бәрі терезе есіктері ашылып, жабылып тұр. Дом арт жақтарында домдар салынып отыр, ремонт кетіп отыр екен. Потолок, натяжный потолок көріп отқандарыңыздай. Және бұл залда 2 терезе орналасқан, но біріншісі, мына жерде екіншісі, бір залда 2 терезе орналасқан. Пар өте ыстық жасалынған бәрі. Міне залы осындай шағынды. Және видеоның соңына дейін қараңыздар, соның жағында толық мағлұмат беретін болам. Ендеше 2-ші комнатты қарай берейік. Мынау 2-ші комнатты енді примерно спальня болу керек. Так, светін жақып қараймыз. Светі жанып тұр. Обойлар өте әдемі жасалынған, жыртылған, онда еш нәрсе көріп тұрған жоқпын, онда еш нәрсе жоқ. Есік сол залдағыдай есік, бәріне бірдей есік салынған болса керек. Ортасы осындай шөлме екен. Осындай әдемі есік. Қалары бәрі жасалып тұр. Потолок, бұл жерде де натяжный потолок, пол тоже линоним жасалынған. Мына жағына терезесін қарайып. Терезесі де өте жақсы. Сынық-мынық онда ештен көріп тұрған жоқпыз. Бұл жерде ашылып жауып тұр. Арт жағында ремонттар жүріп отыр, яғни домдар салынып отыр деген сөз. Так, парын қараймыз. Пар өте жылы. Мына жерде тоқ бар, арнайы 2 орнатылған. Сосын ана жерде тағы да 2 тоқ орнатылған. Телевизорге немесе басқа да бір нәрселерге жақсы. Және мыналарды жалпақ әдемі жасап кеткен. Енді ары қарай көкөне туалеттерін көру қалды. Соларды қарап шайық. Міне мына жерде кіргенде сол жақ коридорда туалет және көкөне орналасқан. Жаңа туалетті қараймыз. Келіп көрсетіп қарата бер. Туалет осындай. Өздеріңіз көріп отқандай міне. Су бәрі ағызулы жасалып тұр. Пол, стена бәрі капельмен жасалынған, және 2 светті, 2 түрлі капельмен жасалынған, ашықтау, және ваннаға түсетін бір қоңыр светті капельмен жасалынған. Бұл жерде су бәрі келіп тұр. Осындай ерекше бір әдемілеп жасалынған. Және потологы, бұл жерде натяжный потолок. Свет бәрі жанып тұр. Розетка орналасқан, тоқ бәрі. Міне, бұл жерде раковина бәрі салынып тұр. Тек жаңағы 1-2 кран-мұрандары бар орнататын. Соларды істеу қажет. Ендеше ары қарай көкөнені қараймыз енді. Міне, туалеттің қасында көкөне орналасқан. Көкөненің есігі де сол бірдей, басқа комнаттармен салыстырғанда. Және розеткасы бар мына жерде. Обой, стена. Және онда арнайы бетіп капель орналасқан. Жаңа көкөнеде от жаққанда, немесе басқа да шаруалар істегенде, жаңа май, басқа да нәрселер шашырап, обойға зиян келтірмеу үшін. Және потолок натяжный, яғни бұл жерде потолоктың барлығы натяжный потолок жасалынған екен. Және көкөненің жоғары жағын байқап қарасаңыздар, андай тамақ от жасалынып кеткен. Және мына жағына көрейік, кішкене шағын балкон бар. Бұл жерде терезелер бәрі жақсы, терезе ашылып жауып тұр. Ар жағында көріп отқанда ремонт кетіп отыр. Яғни дом салынып отыр. Артты бетінде. Но пар шағынды, осында пар бар, бірақ осы жерде жылтауға келеді, себебі шағынды көкөне екен. Бұдан бола жалғастырсам да болады, егер салқын болған жағдайда.
Үйді енді 90% ремонты бітіп тұр. Кейбір бір шықма жұмыстары бар. Так, өкіне осылай ендеше коридорды бір түсіріп жіберейік. Міне осы көргеніңізде 2 комнатты үй. Басынан бір түсіндіріп кетейін қысқаша. 17 микрорайонда орналасқан Асыл парктен кіресіздер. Және 2019-да біткен үй салынып, общий квадрат метр 58 квадрат метр. Енді бағасын бәрін қазір келісіп, астына қазай номерін жазып кететін боламыз. Сол номерге хабарласып, басқа да сұрақтарыңыз болса, жауаптарыңызды алсаңыздар болады. Және Инстаграмда бұл түсірген видеоның фотоларында қоятын боламыз. Инстаграм парақшасын астына описанияға жазып кетеміз. Инстаграмға кіріңіздер, подписаться етіп жазыңыздар. Және YouTube каналыма подписаться етіп жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қандай үйлер түсіргенді қалайсыздар, қай микрорайондарды түсіргендер қалайсыздар, соны комментарға жаза отырыңыздар, біздер жауап береміз қолдан келгенше. Сол лайк басыңыздар, барлығымызға сәттілік тілеймін, баспаналы болыңыздар. Үйге қайтам, сағындым мен, береке толы үй үшін. Үйге қайтам, сағындым мен, бөбектерімнің иісін. Үйге қайтам.